Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді және де жұп-жұмсақ болып ауызда еріп тұратын творожникті жасайтын боламыз. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 350 грамм ұнымызды салып, артынша 15 грамм ұн қопсытқыш, 100 грамм қант, барлығын жақсылап араластырып, 120 грамм тоңазытқыштағы салқын сары майымызды жақсылап араластырып аламыз. Болған соң бір дана жұмыртқамызды ұнымызға араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Артынша соңында біздің қамырымыз басы бірікпей жатқан болса, бізде 3 ас қасық салқын суымызды қосып, басын біріктіріп, творожниктің тестасын дайындайтын боламыз. Міне осылай дайын болады, жұп-жұмсақ болып, біркелкі болғаннан соң біз тестамызды екіге бөліп, пищевой пленкаға салып, екеуін морозилкаға жіберетін боламыз. Біздің тестамыз 1 сағат немесе 40 минуттай тұру қажет. Келесі бізде начинкасын дайындайтын боламыз. Бізде 400 грамм творог және де 2 дана жұмыртқа, 100 грамм қант, барлығын жақсылап араластырып, 150 грамм 20%-тан жоғары сметанамызды салып, барлығын блендердің көмегімен басын біріктіріп алатын боламыз. Келесі бізде осылай 1 сағат өткеннен соң біз тестамызды осындай үккіштен өткізетін боламыз. Сонда ғана біздің тестамыз ауызда ерейтіндей жұп-жұмсақ болып шығады. Барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Менде форма 23-24. Өздеріңіз осындай кез келген формаға алып жасасаңыздар болады. Дайын болған тестамызды үстіне біз начинкамызды құйып, артынша тағы да үккіштен өткізілген тестамызды салатын боламыз. Бізде осындай начинкаға өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген ягоды немесе варенье, джем қолдансаңыздар болады. Менде осындай ягоды түрін қолдандым. Осыны кукурузный крахмалға араластырып, осылай творожниктің бетіне салып шықтым. Келесі бетінде бізде осылай үккіштен өткізіп, алдын ала дайындап қойдым. Осылай дайындап қойсаңыздар да болады. Дайындап қойған тестамызды бетіне сеуіп, 180 градуста пешімізде пісіріп аламыз. Біздің творожник пісіп шықты. Пісіп шыққаннан кейін 1-2 сағаттан кейін ғана формасынан шешіңіздер. Суытып барып шешіңіздер. Сонда ғана сіздердің творожниктарыңыз формасы бұзылмай, дұрыс кесілетін болады. Достар, егер де менің рецептім сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер, және де астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұп-жұмсақ болып шығатын, ауызда еритін творожник. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын!